ең үлкен құндылық, үлкен құдірет. Бірлігі жарасқан елдің бағы жанат, төрт құбыласы бүтін болады. Біздің еліміз бірлігі жарасқан, келісімі орын алған бақытты ел деп айтуға болады. Оған көп жыл осы бірлікті, татулықты, келісімді нығайтуға өзіндік үлесін қосып келген Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Қазақстан Халқы Ассамблеясының атқарған жұмыстары шексіз. Толағай табыстарға көп жылдардың ішінде қол жеткізген үлкен қоғамдық институт. Сол саясаттың төңірегінде Қызылорда облысында да көптеген игі істер атқарылып келеді. Сол игі істердің отаны үлкен бір қара шаңырағы Достық үйіне биыл 5 жыл толып отыр. 5 жылдың ішінде осы бірлік пен татулықтың шаңырағы атанған Достық үйінде талай мемлекеттік дәрежедегі белгілі азаматтар келіп, шет елдің қонақтары келіп, осы үлкен үйдің әдемілігіне, жылылығына, ішінде атқарылып жатқан талай жақсы істеріне таң қалып ризалығын білдіріп кетті. 5 жылдың ішінде сыр елінде қоныс тапқан біздің бауырларымыз 11 этномәдени бірлестіктің жұмыстарын халыққа паш ете білдік. Талай фестивальдар, конференциялар, көптеген этнос күндері, белгілі елге Наурыз мерекесі, толып жатқан этностарға тиісті өздерінің мерекелері осы үлкен қара шаңырақтың ішінде аталып өтті. Халық, сыр елінің халқы бұл қара шаңырақты сыйлай біледі. Бұл үлкен достықтың, бірліктің, келісімнің мықты шаңырақ екенін жақсы таниды. Сондықтан әрі қарай еліміздің бірлігі, халықтың, этностардың бірін-біріне деген сүйіспеншілігі, құрметі үлкейе берсін, нығая берсін деген тілек айтамын.